Баяғыда Ам патшасы арыстан өмір сүріпті. Оның айбаты күллі әлемге таралып, барлық жануарлар оған бас иіпті. Ашса алақанында, жұмса жұдырығында болған екен. Алайда уақыт өтіп, арыстан патша қартайыпты. Қартайғаны сонша, тіпті жүруден қалып, жемтігін де аулай алмайтын болыпты. Қайғырған арыстан ұзақ ойланыпты. Ақырында оның басына күшті айла келіпті. Ол жануарларға қалай мықты болу керек туралы коуч сабақ жүргізуді ұйғарады. Мұны естіген аңдар бірінен соң бірі оның апанына келе бастапты. Уақыт өте береді. Күннің артынан түн, түннің артынан күн шығып жатады. Бірақ арыстанның апанына кірген аңдар қайта шықпай қояды. Бір күні түлкі де мықты болуды үйренуге келе қалыпты. Бірақ жолда келе жатып, ол іздерге бір қарайды. Апанға бір қарайды да, кірмей тоқтап қалады. Түлкінің келгенін көрген арыстан оны өзі қарсы алуды ұйғарады. Түлкіжан, қалайсың? Барлық аңдар маған қонаққа келіп жүр. Баяғы қызықтарды еске алмадық па? Неге ішке кірмейсің? Қайырлы күн, Әреке. Сізбен қуана әңгімелесер едім. Бірақ әттеген-ай, апаныңызға кірген із бар да, шыққан із жоқ. Сау бол, Әреке. Ай қу түлкі, бүгін мені аш қалдырдың. Қап бәлем. Осылай әрбір ақпаратын ойланып, сүзгілей білетін түлкі болса, аман қалыпты.